Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Жердегі тіршіліктің басталуы. Құстың екі бетінен сырғып түскен екі тамшыдан ай мен күн жаралды. Маңдайынан бір тамшы су ағып еді, ол миллиардтаған зәрреге бөлініп кетті де, қисапсыз жұлдыздарды шырақ етіп жақты. Осылайша қараңғы түнектің шымылдығы серпіле түсті. Тауыстың алқымынан 4 тамшы тағы түсті. Біреуі жер болып дөңгеледі, екіншісі от болып лаулады. Үшіншісі су болып буырқанды, төртіншісі жел болып дауылдатты. Езуінен 2 тамшы сырғанап түсті де, күндіз бен түнді кезекке келтірді. Оң қанатынан 5 тамшы тарамдалып түсіп келе жатты. Олардан әуелі Сидратул Мунтаханы, сосын Туба ағашын, үшінші Хауз Кәусарын жаратты да жәннатты зейнеттеді. 4-ші тамшыдан Бәйтүл Мұқаддасты, 5-шіден Адам атаның асасын жонды. Ол асатаяқ Адамнан Шиш пайғамбарға қалды. Ол кейін келе Мұса пайғамбарға нәсіп болды. Одан барша машайықтарға мирасқа қалды. Сол қанатынан 5 тамшы және тамды. Олардан әуелі ұйтқыған боран соқты. 2-ші тамшыдан жауын шашын сіркіреді. 3-ші найзағай болып жарқылдады. 4-ші тамшыдан Сүлеймен пайғамбардың жүзігі соғылды. Соңғы тамшыдан Ысырапылдың қиямет қайымда үрлейтін айбынды сүрі сомдалды. Тауыс құйрығын желпуіш сияқты жайып жібергенде, одан сан мыңдаған қауырсындар шашырай өсіп шықты. Енді әрбір қауырсыннан мөлдіреген тамшылар шық сияқты домалап түсе бастады. Ұлық Алла бір тамшыдан түпсіз мұхит пен телегей теңіздерді жаратып, дөңгелеген жердің үстіне қотарды. Сол мезетте жердің бетін топан су басты. 2-ші тамшыдан топырақты жаратып, судың үстіне тастады. Одан қарайған құрлықтар пайда болды. Су мен топырақтың салмағынан қара жер шайқатылып кетті. Ол өз кіндігінде дұрыс айнала алмай, тепе-теңдік бұзылды. Шебер Алла 3-ші тамшыдан асқар тауларды жаратты да, жерге қазық етіп, жан-жағынан қақты. Қара жердің дірілі кенет кілт тоқтады. Содан бері жер шары өз кіндігінде әліге дейін мінсіз айналып тұр екен. Бір кезде жерге тіл бітіп, Ұлық Аллаға тәсбих тахлил айтып, оның 99 есімін зікірге қосты. Ұлық Алла оған риза болып: «Қара жер, ықыласыңа разымын. Сен ахиреттің көлеңкесі боласың. Адамзаттың 5 күн жалғандағы сынақ алаңы сенде өтеді. Адам ұрпағы пәни жалғанда еккен егінін ахиретте менен алатын болады» деді. Жер: «Я мейірімді ием, мен де сенің мәңгілік назарыңда болғым келеді. Сынақ алаңнан басқа маған қандай да бір нығметің нәсіп бола ма?» деді. Қара жер, қайғырма, мен әділ Құдаймын. Бір үйімді сенің бетіңе соғамын. Құдіретімнің белгісі ретінде қара тасты жерге түсіремін. Тәубе қылып, менен рахмет тілеген құлдарым менің үйіме зиярат жасайтын болады деді. Жердің осы тахлил тәсбих айтқан аузы қазіргі Меккенің орны екен. Ұлық Алла Адам ата жазықты болып жерге кетерде оған былай деді: «Әй Адам, жерге барған соң менің үйімді соғасың. Мен әлімсақта қара жерге құрмет көрсетемін деп уәде еттім. Барлық қылған тәубеңді Қағбаға барғанда қабыл көремін. Қағбаның белгісі қасиетті қара тас болар» деді. Содан бастап Қағба Құдайдан рахмет тілеп, қажылыққа баратын барлық тақуа тауазылдардың киелі мекеніне айналыпты. Ұлық Алла тауды жаратып, жерге қазық еткеннен кейін жердің бір жағына айды, бір жағына күнді әкеліп орнатты. Күнді құдіретімен от қылып жақты, ал ай болса оның нұрынан қарыз алып жер бетіне әлсіз ғана сәуле шашатын болды.
сансыз жұлдыздарды кеңістікке тарыдай шашып жіберді де самсатып жағып қойды. Тек темірқазық жұлдызын ғана жылжымайтын етіп ортасына қадады. Осылайша аспан әлемі жұлдыздармен зейнеттеліп, хикметке толып шыға келді. Төртінші тамшыдан бұлттар буланып шықты. Ұлық Алла құдіретімен найзағай оты мен кемпірқосақ бояуларын бұлттың арасына жасырды. Қалың бұлт жердің бетін жауып тұрды. Сол кезде бір шетінен самал желді тұрғызды. Самал жел қалың бұлтты қақ айырып жан-жаққа будақ-будағымен айдай жөнелді. Бұлттар әлемі бір тәртіппен жылжу үшін төбесіне көк аспанды күмбез етіп кигізді. Осылайша көк аспан сәнделіп, әсем түрге бөленді. Бірақ жердің беті әлі де ұсқынсыз еді. Ұлық Алла қауырсыннан аққан 5-ші тамшыдан жасыл желекті жаратып, жердің бетіне шашып жіберді. Сол мезетте жердің беті ну орманға, қалың тоғайға, жасыл жазираға айналып шыға келді. Теңізге түскен шөптер балдырға айналды. 6-шы тамшыдан бір топ мақлұқты жаратып, алдымен суға жіберді. Олар теңіз бен мұхитта ғұмыр кешетін миллиондаған тіршілік иесіне айналып, жердің ажарын аша берді. 7-ші тамшыға жан бітіріп, топыраққа тастады. Одан сан мыңдаған жан-жануар мен есебі жоқ жәндіктер өсіп шықты. Осылайша жердің беті тынымсыз тіршіліктің қайнаған мекеніне айналды. 8-ші тамшыны алды да аспан астына шашты. Шашырай түскен тамшылар жер бетіне жетпестен қисапсыз құстарға айналып, өзіне ыңғайлы мекендерге қарай ұша жөнелді. 9-шы тамшыдан Әбубәкір, Омар, Оспан, Әлидің рухтары бөлініп шықты. 10-шы тамшыдан әуелден ақырға дейін дүниеге келетін барша адамның рухын жасап, оларға әртүрлі кескін келбет, тіл жаратты. Тауыстың көкірегінен аққан бір тамшы нұрдан ілім, білім, өнер, кәсіп жаратып, барша рухтың үстіне шашты. Сондықтан да барлық адамның бойына белгілі бір ғылым мен өнерге бейім болып тұратын қасиет дарыды. Дүния тіршілігін бастаған кез келген адам ерінбей еңбек етсе, осы әуелден дарыған дарынын жарыққа шығара алады екен. Ұлық Алла, уа менің құлдарым, сендердің барлығың Мұхаммед пайғамбардың нұрынан жаралдыңдар. Оның рухына қарап, құрмет көрсетіңдер деп бұйырды. Барлық әруақ пайғамбардың рухына қарап тағзым етті. Сол кезде оның басын көргендер даналықпен ел билеген сұлтандар болды. Мүбәрактың жүзін көргендер қазы, би болып әділдікке қызмет етті. Момындардың ақысын жегізбей таразыны тең ұстады. Пайғамбардың көзіне қарағандар абыз, қары ғұлама болып Құранды жүрекке тоқыды. Ел сыйлаған құрметті кісілерге айналды. Мұхаммед пайғамбардың қасына көзі түскендер ақылды, білімді жандар болып, білім ғылымның нұрын шашты. Жүзін көргендерге даналық дарып, хакімдік мәртебені иеленді. Олар сонымен бірге 1001 дерттің шипасын білетін болды. Ауру сырқауды емдеп, халықтың алғысын алды. Пайғамбардың 2 ернін көзі шалғандар патшаға уәзір болып қызмет етті. Аузын көргендердің дүниеде істері сәтті, берекелі болып, көңілдеріне қайғы қасірет келмеді. Көз жасын байқағандардың ажар көркі асып, сұлу да сымбатты адам болып тіршілік кешті. Пайғамбардың құлағына назары түскендердің пешенесіне елші болып, 2 елді елдестірмек міндеті жазылды. Мүбәрактың алқымына назар салғандар тахлил тәсбих айтатын тақуалардың сапынан орын алды. Пайғамбардың 2 қарына көзі түскен жандар ержүрек, батыр болып, жаудан мерейі асты. Кімде-кім оң алақанын көрсе, ұстаға айналып, он саусағынан өнер тамған зергер болды. Сол алақанын көргендер таразы ұстап, сауда ісін дөңгелетті. 2 қолына бірдей назар салғандар, қолы берекелі, жомарт жандар ретінде халыққа танылды. Осылайша,
жерге түспей тұрып, Алланың қалауымен Мұхаммед пайғамбардың рухын тамашалап, оның қасиетті денесін көргендер дүниеде атақ лауазым, мәртебе кәсіптерін еншіледі. Сол кезде аршы, күрсі, лаухы, қалам, 7 қат көк, 7 қат жер, тау, тас, ағаштар, сулар, періштелер, 18 мың ғалам. Мұхаммедтің нұрын біз де жақыннан көрсек, нұрды бізге бер деп Тәңіріне арыз айтты. Ұлық Алла, бұл нұр барша адамзатқа ортақ. Мейірім мен махаббатқа құмар болған барша мақлұқтар бұл нұрға жақындай түседі, деді.